Құрметті оқырмандар, жол ережесіне қатысты мына тесттерді қарап түсіндіріп өтейін. Берілген жағдайда қиыршық тас төселген жолға жеңіл автокөлік жүргізушісіне кіруге А жауабы рұқсат етіледі, Б жауабы тыйым салынады, егер жолдың көрінуі 50 метрден кем болса. С жауабы тыйым салынады, себебі қиыршық тас төселген жол тікелей қауіпті жолдың алдында дейді. Құрметті оқырмандар, бұл жағдайда мына жерде сіздерге айтып тұр, құмды жолға, мына қызыл автокөлікке бұрылуға рұқсат па деп тұр. Мына асфальт жолдан. Әрине бұл жерде ешқандай тыйым салу белгісі жоқ. Қауіпсіздікті сақтай отырып, басқа көліктер келіп қалмайтындай жан-жағыңызға артқа да алға да қарап, сосын маневр қауіпсіз екеніне көз жеткізген соң бұрылысты орындауға рұқсат. Әрине бұл жолға түсуге ешқандай жол белгісі тыйым салып тұрған жоқ. Міне осылайша сіз жол ережесін түсіну барысында осындай талдаулар керек сізге, түсіндіңіз ба? Бағдаршамның жасыл сигналы жанған кезде жеңіл автокөлік жүргізушісі. Қараңыздар, құрметті оқырмандар, жаяу жүргінші жолды кесіп өтіп жатыр. Енді көліктерге жүруге рұқсат беру сигналы жанып тұр. Осы кезде ол жаяу жүргінші, мына жаяу жүргінші өткелін кесіп өтіп толық үлгерген жоқ. Енді көліктерге бұл кезде жүруге тыйым салынады. Әрине бұл жерде жаяу жүргіншіні толық өткенін күтеді, сосын барып көліктер жүрісін бастайды. Құрметті оқырмандар, бұл жерде сигнал беріп, асықтырып, ондай жасауға болмайды. Егер ол тұрып қалса, онда рұқсат әрине. Түсіндіңіз ба? Яғни бұл жерде А жауабы, егер жаяу жүргінші тоқтаса, ол сақтықпен қозғала бастайды. Жаяу жүргіншіге дыбыстық сигнал беріп, ескерткеннен кейін қозғала бастайды. Жаяу жүргінші жолдан өткен соң ғана қозғала басталады. Түсіндіңіз ба? Мына жерде қате жазыпты, С жауабы болады бұл жерде. Құрметті оқырмандар, бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісі жүру үшін оң жақ шеткі жолақты қолдана ала ма дейді. Енді құрметті оқырман, мына жағдайда бұл автобус жолағы екенін көріп тұрсыздар. Сол себептен де бұл жолақпен мына басып озу мақсатында жүруге тыйым салынады. Бұл жолақпен тек сіз оңға бұрылатын болсаңыз ғана қолдануыңыз керек. Қарапайым алғашқы көмек көрсету шараларының кешені неліктен орындалатынын көрсетіңіз дейді. Мына жерде жәбірленуші тірі қалу үшін алғашқы көмек не үшін орындалады? Бұл жерде сұрақ қиын емес. Мына ауыр асқынулардың дамуын болдырмау, зақымдаушының факторларын әрекетін тоқтату, жәбірленушінің өміріне қауіп төндіретін себептерден уақытша жою деген. Бұның барлығын осы орындау үшін мына алғашқы көмек, первая помощь қолданылады. Жердегі мына асфальттағы 60 саны түріндегі жол таңбасы нені білдіреді дейді. Бұл жол таңбасы біз білеміз, жол белгілері кәдімгі жолдың оң жақ шетінде орнатылған кезде осындай белгі тұрса, ол белгі бізде ең жоғарғы жылдамдықтың шектеуі, яғни сіздің көлігіңіздің 60 км/сағат жылдамдықтан артық жүрмеу керек екенін көрсетіп тұрады. Яғни 60-тан асырған болатын болса, ол кезде ол ереже бұзушылық болып табылады. Сондықтан бұл жерде А жауабы жол немесе маршрут номері ол емес. Б жауабы жолдың берілген учаскесі үшін ұсынылатын жылдамдық. Дұрыс. С жауабы жолдың берілген учаскесі үшін рұқсат етілген ең жоғарғы жылдамдық. Міне, мына екі жауап ұқсас. Көп адам шатастырып алады, осы жерде. Жолдың ең жоғарғы жылдамдық бұл жерде. Бұл белгі қай көлік құралына жүруге тыйым салады? Құрметті оқырмандар, бұл масса бойынша шектеу, яғни 7 тоннадан астам көлік құралдары жүре алмайды ары қарай деген белгі.
нақты салмағы 7 тоннадан асатын көлік құралына тыйым салынады. Екі көлік құралына да рұқсат етілген максималды салмағы 7 тоннадан асатын көлік құралына дейді. Мына жерде қараңыз, рұқсат етілген салмағы деген ол мысалы 7 тоннадан асатын болса, 8 тонналық көлік болатын болса, бірақ ол көліктің салмағы қазіргі күйде 8 тонна болмаса, онда оған рұқсат, яғни бұл С жауабы дұрыс емес. Нақты салмағы 7 тоннадан асып тұрса, сол кезде тыйым салынады. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне басып озуға рұқсат етіледі ме? Бұл жағдайда ана белгіні қарасаңыз, басты жолда келе жатқаныңыз көрініп тұр. Яғни екі жақтан екінші дәрежелдің жолды жанасуы екені көрініп тұр. Демек, бұл жерде басып озуға рұқсат етіледі. Құрметті оқырмандар, көктайғақта тіркеп сүйрету рұқсат етіледі ме дейді. Бұл жерде мына иілгіш тіркемемен тыйым салынады. Яғни иілгіш тіркеме дегеніміз ол жұмсақ тіркеме. Ақ автокөлік жүргізушісіне осы жағдайда басып озуға рұқсат етіледі ме? Бұл жағдайда қарасаңыздар, ешқандай басып озуға тыйым салатын белгілер жоқ. Демек, бұл жағдайда басып озуға рұқсат етіледі. Мына жерде үзік сызық сол автокөліктер жақта тұр. Сол себепті рұқсат.